Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Мен мектеп парламентінің президенті Сүлейменова Айсамал Мереке қызы. Бүгін біз сіздермен бірге адал азамат бір тұтас тәрбие бағдарламасы аясында адал азамат отбасынан басталатын құндылық тақырыбында Оспан Әлібаев атындағы жалпы білім беретін мектебінің директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары, көп балалы ана, Ералиев ауылының аналар кеңес мүшесі Айман Амангелді қызымен сұхбаттасатын боламыз. Сәлеметсіз бе? Мен алғашқы сұрағымды қойсам, сіздің мектепте жасайтын шаруаларыңыз көп. Сонымен қатар үйдің жұмысымен, шаруаның жұмысымен, қоғамдық жұмыста алып жүру сізге қиын емес пе? Сәлеметсің бе, Айсамал? Біріншіден, бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз өте өзекті. Осы сұхбатқа шақырғаның үшін алғыс айтамын. Енді бір сұраққа келсек, әрине мектептің тәрбиесі жөніндегі орынбасарының жұмысы өте көп, өте күрделі жұмыс. Сондықтан бұл жұмысты отбасымен бірге алып жүру әрине оңай емес. Мен осы жұмысқа келгеніме, осы қызметті жасап жатқаныма биыл 4-ші жыл. Көп балалы ана деп жаңа өзін таныстырып жатсың ғой. Енді біріншіден осы маған ана болу бақытын сыйлаған, жаратқан иемізге деген біріншіден алғысым шексіз. Бұл адамзат баласы үшін өте үлкен бақыт, ата-ана болу деген. Біздің қоғамның бірінші байлығы ол, бірінші капиталы ол адам. Сондықтан осы ана болғаным үшін жалпы өзімді өте бақытты адаммын деп есептеймін. Енді осы балаларды өмірге әкелгеннен кейін оларға дұрыс тәрбие беру, бағыт бағдар беру, олардың барлық жағдайын жасау, өмірге бейімдеу, отан сүйгіш адал азамат тәрбиелеу, ол әрбір ата-ананың басты міндеті деп есептеймін. Біз отбасы құрған жылдары, Совет одағы тарап, мемлекетіміз жаңадан тәуелсіздік алып жатқан бір тоқырау жылдары болатын. Ол кезде халықтың әлеуметтік жағдайы өте төмен болды. Біз жас отбасы болдық. Өмірге тұңғышымыз келді, одан кейінгі сәбилеріміз келе бастады. Осы жерде, осы кезеңдерде біз ғана емес, жалпы Қазақстанның барлық отбасылары көп қиындықтар көрді. Азық-түліктің тапшылығы болды, халықта жаппай жұмыссыздық орын алды. Осы біздің ауылымызда жылдап электр энергиясы болмаған кездер болды. Сол қиындықтардың барлығынан біз біртіндеп өттік. Кейде біз үйде отбасымызда жаңағы отағасымызбен бірге, балаларымызбен бірге өзіміз кейде әңгімелескенде күліп айтып отырамыз. Біздің отбасылық өміріміз ол тәуелсіз Қазақстанның көркем шежіресі ғой деп. Тұңғышымыз 1993 жылы дүниеге келді, одан кейін 94 жылғы сәбиіміз дүниеге келді, 2000 жылы дүниеге келді. Осы ауыр кезеңдерде баланы мектепте оқыту, олар мектеп бітіргеннен кейін оларды қалаған мамандығы бойынша оқыту, әрине мектептің жұмысымен бірге үйдегі жұмысты алып жүру, ол өте қиынға соқты. Және де ол кездерде біздің мектептегі ұстаздық жұмысымызда да қазіргідей жасанды интеллект жоқ, интернет деген жоқ. Жаңа айттым ғой, ауылда интернет тұрмақ, электр энергиясы жоқ. Сондай кездерде біздің бар көрнекіліміз тақтамен бор болды. Ресурстар, сабаққа пайдаланатын ресурстардың бәрін біз көркем әдебиеттерден, кітапханаларға бардық, газет, журналдардан алдық. Ашық сабақ өткізу үшін көрнекіліктің барлығын қолдан жасадық. Сонда ол кездегі мұғалімнің де үйдегі отбасындағы жаңағы аналық қызметіміздің де көп деген қиыншылықтар болды. Қазіргі жағдаймен салыстырғанда көптеген қиыншылықтар болды. Біз соның бәрін көтердік, соның барлығына төздік. Себебі өмірге әкелгеннен кейін балаларды оларға дұрыс жағдай жасау керек болды.
Енді менің үлкен балаларым қазір барлығы қызмет жасайды, тәуелсіз Қазақстанның әр саласында өздері еңбек етіп жатыр, осы біздің еліміздің өркендеуіне үлесін қосып жатыр. Сол балаларымыздың таңдаған мамандықтарына мемлекеттік гранттар өте аз бөлінді. Себебі біз енді гранты бар екен деп баламызды техникалық мамандықтарға қарай сүйреген жоқпыз. Үлкен баламыз құқық саласының қызметкері болды. Екінші баламыз экология жағын таңдады. Сонда олар үшінші қыз баламыз гуманитарлық саланы таңдады ол балада. Содан кейін барлығын ақылы түрде оқытуға тура келді. Содан кейін біз отағасымызбен ақылдаса келе, осы ауылда тұрғаннан кейін мал шаруашылығымен айналысып, мектептегі жұмысымызды қоса алып жүріп, бар тапқан таянғанымызды осы балаларымыз өзінің таңдаған мамандығын алсын, өкінбесін, келешекте өзінің жаңағы жемісін жесін, отанына қызмет етсін деген мақсатпен жатпай тұрмай жағдайларын жасадық. Сонымен бірге жаңағы отбасында балаға материалдық жағдайын жасап қоя салмау керек. Ата-ана балаға жаңағы айтып отырмын ғой, мамандығын таңдауда, жаңағы дұрыс адам болуына, рухани дүниесі бай, адал, кемел адам болу үшін ата-ана көп балаға мағлұмат беріп, айтады ғой, баланың бас ұстазы ата-анасы дейді. Сондықтан ең бірінші мектеп отбасынан басталады. Көп рахмет. Енді өзіңіз адалдық деген ұғымды қалай түсінесіз? Жаңа өзіңіздің сөздеріңізде айтып қалдыңыз, ана болу оңай емес деп. Өзіңіздің балаларыңызға адалдық жайлы бір тақырыпта тәрбие бересіз бе? Иә, өте жақсы сұрақ. Жалпы адал болу дегеніміз, бұл адалдық дегеннің өзі адамның жауапкершілігінен басталады. Кез келген өзіне жауапкершілікпен қарайтын адам ол ешқандай арамдық жасамайды деп ойлаймын. Ал енді жауапкершілік деген не? Бұл жауапкершілік уәдеден басталады. Адам біреуге уәде берді ме, ол жұмысты жауапкершілікпен атқару керек. Мен әлеуметтік желіде қазақтың ұлы тұлғаларының сұхбаттарын көп тыңдаймын көбінесе. Мысалы, этнограф ғалым Ақселеу Сейдімбековтің бір тамаша сұхбатын көрдім. Сонда ол кісі айтады, біз қазақ деген халық уәдеге берік халық едік қой дейді да. Сонда ол кісі айтады, Құдайдың 1001 аты бар дейді, соның бірі уәде деген біздің халқымыз дейді. Жаңағы 19-20 ғасырға дейінгі кезеңдерде біздің елімізге сыртқы этнографтар көп келді ғой. Айсамал, сен өзің әдебиет сабағынан естідің. Мысалы, біздің қазақтың музыкасын зерттеген Затаевич, жаңағы Радлов сияқты біздің ғалымдарымыз көп, біздің қазақ даласын, түркі дүниесін зерттеген. Сол кісілер таңғалады екен. Бұл дала қазақтары дейді, небір ірі тағдырлы істердің бәрін тек қана уәдемен шеше береді деп таңғалған екен. Осыны мен жаңағы Ақселеу Сейдімбековтың сұхбатынан естіп өзіме сондай керемет бір әсер алғаным бар. Сонда уәде дегеніміздің өзі үлкен құндылық. Уәдеге берік адам, ол сол уәде берген ісін жауапкершілікпен атқарады. Ал жауапкершілігі мықты адам ешқашан арамдық жасамайды. Ол адал болады әрқашан. Сондықтан біз үйде әрқашан балаларымызды адалдыққа тәрбиеледік, отбасында болсын. Одан кейін осы біздің мектептің директоры, енді менің балаларым өсті, қазір Аллаға шүкір, жаңа айттым ғой, бәрі тәуелсіз мемлекетіне қызмет жасап жатыр. Қазір бір балам магистр, екеуі студент. Мен негізінде 20 жыл бойы осы мектепте қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болдым. Осы 2023-2024 оқу жылы мектеп директоры маған осы Айман Амангелдіқызы, сіз көп балалы анасыз, ылғи тәрбиелі,
озат балаларды тәрбиеледіңіз үйде. Енді балаларыңыздың бәрі өсті ғой, өз перзенттеріңіз. Енді осы халықтың баласын тәрбиелесеңіз, осы мектептің тәрбие жұмысымен айналыссаңыз деген ұсыныс айтып, содан осы қызметке келдім. Енді осы 2023-2024 оқу жылынан бастап бізде Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігінің бастамасымен мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың адал азамат, адал еңбек, адал табыс идеологиялық қағидасына үндестіріліп жасаған біртұтас тәрбие бағдарламасы бірінші жылы пилоттық жоба болып кірген. Бұл жоба бір жыл пилоттық жоба болып жүзеге асырылды. Енді 2024-2025 оқу жылынан бастап адал азамат деген атау алып өз алдына, қазір адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы бойынша біз өздерін көріп жүрсіңдер, мектепте өте тамаша тәрбие жұмысын жүргізіп жатырмыз. Бұл бағдарламаны мені бір қуантарлығы 6 жоба аясында жүзеге асады. Біздің осы тәрбие жұмысының осындай бір арнаға тоғысып, жоспарлы түрде, жүйелі түрде жүзеге асып жатқанына өте қуанамын. Сондықтан біз бұл жолда әлі керемет жұмыстар атқарамыз деп ойлаймын. Жаңағы сіздің сұрағыңыздан шығады, міне адал азамат тәрбиелеу дегеніміз осы, мысалы, адал азамат өз отанына адал еңбек етеді, сыбайлас жемқорлық жасамайды, өзінің досын сатпайды, отанын қорғайды, нағыз өз ұлтын сүйетін патриот болады деген менің сенімім мол. Рахмет. Біз енді қазіргі таңда мектепте әр апта сайын адалдық жайлы сынып сағаттар өткізіледі. Балаларға пайдалы мәліметтер беріледі. Біз сол үшін мектепке көп рахмет айтамыз. Рахмет. Енді үшінші сұрағымды қойсам, неліктен отбасы қоғамнан да маңызды тәрбие ортасы деп ойлайсыз? Әрине отбасы қоғамнан да маңызды тәрбие ортасы. Отбасында балаға ең керекті тәрбие бұл еңбек тәрбиесі. Баланы кішкентай күнінен біз еңбекке тәрбиелеуіміз керек. Мен белгілі түрколог ғалым, қарымды қаламгер Немат Келімбетовтің «Үміт үзгім келмейді» деген хикаятын оқыдым. Осы шығарма маған үлкен ой салды. Немат Келімбетов өзінің мамандығы экономика саласы бола тұра 35 жасында ауыр науқасқа шалдығып, ол кісі төсек тартып жатып қалады. Екі аяқ, екі қолы істемей. Содан ол кісі қатты қиналады, отбасымды қалай асыраймын енді, жатсым мынау деп. Содан ол кісі сөреде тұрған кітаптарға көзі түсіп, жаңағы кітапты парақтап оқуға да шамасы болмайды. Сөйтіп өзінің жары екеуі ақылдаса келіп, ол кісі аударма жұмысымен айналысады. Кейін осы керемет «Үміт үзгім келмейді» деген шығармасын жазады. Сонда Немат Келімбетовтің әкесі соғыстан мүгедек болып балдақпен оралған кісі екен. Сөйте тұра, ол өзінің ауылынан 3 гектар жер алып, бау-бақша егіп, бір ауылды асыраған кісі екен. Сонда Келімбетов айтады, баланы дейді, ешқашан айтып тәрбиелемеңіз дейді. Оған өзіңіздің қолыңызбен істеп тәрбиелеңіз дейді. Мен сол екі балдаққа сүйеніп жүріп, бау-бақша өсірген әкемнен үлгі алдым дейді, ол кісі айтады. Өзі солай мүгедектік арбасына таңылып отырып, бұл кісінің қазақ әдебиетіне сіңірген еңбегі өте көп. Сонда біз баланы кішкентай күннен еңбекке тәрбиелеуіміз керек екен. Әкесі не істесе, бала соны қайталайды. Анасы не істесе, қызы соны қайталайды. Яғни біз баланы ауызбен айтып емес, өзіміздің күнделікті іс-әрекетіміз арқылы, жүріс-тұрысымыз арқылы, өмірге деген көзқарасымыз арқылы тәрбиелеуіміз керек екен. Мысалы, Айсамал, сенің де әжең бар ғой үйде. Мысалы, сен өзіңнің әжеңнен көп даналық үйренесің.
мысалы сенің әжең ісмер кісі, иә, ол кісі оң қолынан өнер тамған, сол кісінің істеген еңбегіне қарап сен өзіңе қаншама үлгі аласың ғой. Келісесің ба осы сөзіме? Міне сондай осы даналықты да, жаңағы адамның бойына адалдықты да, еңбексүйгіштікті де, осы қасиеттердің бәрі отбасында сіңіріледі екен адамға. Мысалы адалдық дегеніміздің өзі бір туа біткен талант емес, ол адамға жаңағы кішкентайынан көзін ашқан отбасы арқылы, жүрген ортасы арқылы бірте-бірте адамның бойына сіңірілетін құндылық. Мектептердегі ұстаздарының берген тәрбиесі арқылы адалдық деген сонда біздің үлкен құндылық екен. Яғни біздің тәуелсіз мемлекетімізде әрбір отбасы бақытты болса, онда біздің мемлекетіміз де бақытты болады. Өйткені отбасы шағын мемлекет дейміз ғой. Әрбір шағын мемлекет бақытты болған кезде одан не пайда болады? Үлкен бақытты мемлекет пайда болмай ма? Әрбір отбасында адал азамат, еңбексүйгіш азамат тәрбиеленсе, онда біздің отанымызда жаңағындай тәуелсіздігіміз тұғырлы болады. Мысалы, мен ойлаймын кейде, білекке сенген заманда дейді, біз ешкімге дес берген жоқпыз дейді. Рас қой, біздің ата-бабаларымызды бәрі жауынгер болған, ұлтарақтай жер үшін қан төкті, бізге осындай ұлан ғайып жер тастап кетті. Соның бәрінде біз білекке сеніп, білектің күшіне сеніп, ешкімге дес берген жоқпыз. Ал енді қазір біз білімге сенген заманда ешкімнен кем қалмауымыз керек. Біз жаңағы өзге жұрттың ғылымын бәрін игеруіміз керек. Өзге жұрттан қалмауымыз керек. Біз жаңағы алаш ардақтыларының бәрі айтты ғой, біз өзге жұрттан қалмауымыз керек. Өзге Абайдың да керемет тағылымдары бар, мысалы, өзге Ыбырай Алтынсариннің да, бүкіл ұлт ұстаздарының, алаш ардагерлерінің тағылымды бізге беріп кеткен өнегелі сөздері бар. Солардың барлығы айтады, өзге жұрттан қалмайық дейді. Оян қазақ, адам болайық. Міне біз осы алаш ардақтыларының барлығы айтқан сөздерін, ұрандарын өмірімізге бағдаршам қылып алуымыз керек. Өзге тілді үйренейік, өзге жұрттың технологиясын үйренейік. Бірақ біздің жанымыз қазақ болуымыз керек, арымыз таза болуымыз керек. Мақсатымыз биік болу керек. Өзге ұлттың, өзге елдердің жақсысын алуымыз керек, жаманынан жиренуіміз керек, жақсылығын үйренуіміз керек. Осы тәуелсіздігіміздің тұғыры биік болсын. Адал азамат тәрбиелеуде ұстаздар шаршамасын. Сіздер сол біздің берген тәрбиелерімізді алып, үлгілі болып, өнегелі болып жүре беріңіздер. Айсамал енді біздің мектептің тәлімгері ұсынды, Айсамал сізден сұхбат алады деп. Сонда сізге де үлкен жауапкершілік артты. Сіз уәде бердіңіз, сол уәдеңізді бүгін орындадыңыз, жауапкершілікпен жұмысыңызды атқардыңыз. Маған осындай қолқа салынғаннан кейін, мен де өз уәдемде тұрып, жауапкершілікпен қым-қуат шаруамды тастап, бүгін сізге сұхбат бердім. Осының бәрі адалдық, осының бәрі адамның арының, ұжданының алдындағы адалдығы, жауапкершілігі деп білемін. Сондықтан біздің адал азаматтарымыз көп болсын, мектебіміз гүлдене берсін, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, жаңа конституциямыз құтты болсын. Біз өте қуанып жатырмыз. Ал құрметті көрермен, көп адамға пайдалы кеңес болды деп ойлаймын. Біз адал азамат отбасынан басталатын құндылық тақырыбындағы бағдарламамызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.